Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіз. Бүгін мен сіздерге пищевая пленкада пісірілген құйрық майдың рецебімен бөлсемін. Бұл майды ең бірінші маринадтап алып суға пісіргеннен көрі дәл осылай етіп пищевая пленкаға орап пісірген өте дәмді болып шығады. Достар, ең алдымен майды дәл осылай етіп ұсақтап бөліп аламыз. Бұл майдың пайдалы екендігін ежелден-ақ ата-бабамыз жақсы білген. Жаңадан туған баланы 40 күнге дейін денесі нәрлі әрі қуатты болу үшін осы майды еріп қыздырып арнайы сылаған болатын. Бұл майдың жөтелге, суық дегенге және көп деген емдік қасиеттері бар. Ең алдымен майдың барлық жағын тұздап аламыз. Егер де өте аштыны қаламасаңыз, тұзды азайтуға болады. Жөтелген кезде құйрық майды иіртіп шыжғырып, сұйығын жылы күйінде ішсеңіз, жөтеліңіз бірден кетеді. Құйрық майдың тағы бір қасиеті, яғни өкпе ауруын емдейді. Оны қымызға араластырып, өкпе тыныс алу жолдарын емдеуге кеңінен қолданады. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде демекші, яғни ауырмау үшін осы құйрық майды кеңінен қолданайық. Келесі кезекте 8 бас тісше сарымсақты үккіштің ұсақ көзінен өткізіп маринадтауға дайындаймыз. Ет тартқышпен немесе чеснок қысқышпен де ұсақтауға болады. Сарымсақты ұсақтап болғаннан кейін осының үстіне 1 шай қасық қызыл бұрыш және 2 шай қасық паприка қосып араластырамыз. Енді осы дайындап алған қоспаны жақсылап араластырып, келесі кезекте осы майдың үстіне салып, жан-жағына қолымызбен толықтай жағып шығамыз. Құйрық майдың тағы бір пайдасы, денеге қатты суық өткен кезде оны ерітіп, табанға және кеудеге жақса, ол денедегі бүкіл суықты алып шығады. Алайда бұл майдың пайдасы туралы толықтай зерттелмеген екен, бірақ та осы халқымыз ежелден-ақ осы майдың пайдасын біліп, көптеген ауруларға пайдаланған. Және де әлі күнге дейін пайдаланып келеді. Барлығымызға белгілі осы соңғы уақыттағы пандемия кезінде бұл майдың пайдалы екендігін біліп, бағасы аспандап кетті. Майға маринад сіңу үшін міндетті түрде 2-3 сағатқа қалдырып қоямыз. Қажетті уақыт өткеннен кейін осы әбден маринадталып дайын болған майларды алып, дәл осылай етіп пищевая пленкаға ауа қалмайтындай етіп орап шығамыз. Достар, менің каналымда дәл осындай қарапайым заттармен жасалған көптеген рецептер бар. Алдағы уақытта шығатын рецептерді өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Пищевая пленкамен арасына ауа қалдырмай жақсылап орасаңыз, ол қайнаған кезде ашылып кетпейді. Барлық майды орап болғаннан кейін келесі кезекте пештің астын қосып, су құйып, оны қайнағанша қоямыз. Қайнаған суға майларды салып, кемінде 40 минуттай пісіріп алдым. 40 минуттан кейін май дайын, міндетті түрде жасап көріңіз, өте дәмді болып шығады екен. Құйрық майдың тағы бір пайдалы қасиеті, оның инфекцияны жою қасиеті бар екен. Жараға және тыртыққа жақса бірден емдеп жазады. Дайын болған майдың бір кесегіне сырты әдемі болу үшін паприка жақтым. Достар, алдағы уақытта менің каналыма дәл осындай пайдалы рецепттер мен әртүрлі пайдалы кеңестер шығып отырады. Сол рецептерді өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз.